Қазір болып жатқан жағдайға орай халықтың көңіл күйін айтар болсақ, турасын айту керек, халық қатты ашынған. Өйткені қазір қамауға түсіп, ұрып соғуға, қинауға, азапқа ұшыраған азаматтардың жағдайы, ол енді айтудың өзі қиын жағдайлар. Соған көзіміз жетіп қайтты. Біз енді солай екенін былай білдік қой, дегенменен тікелей сол куәлердің аузынан естіген кезде әсері өте жағымсыз. Сол айтқан біз болып жатқан осы органдардың тарапынан жүріп жатқан қудалаулар, қысымдар барлығы ешқандай халыққа сыймайтын жағдайда. Енді бірден айта кетейін. Бұл мықтап қазір назар аударатын мәселе, сол бізбен қатысқан азаматтарды, бізбен сөйлесіп, бізге сұхбат берген азаматтарды қамау басталыпты қазір. Бізге сондай хабар келіп жатыр. Олардың туыстарын қамағаны аз болып, енді сол жөнінде шындықты айтқандары үшін қамауға алып жатқан көрінеді. Сондай суық хабар жетті. Мәселен, Қызылордада әйелі қамауға алынып, сондай қысымға түскен азамат Нұрлан Мәтенов біз кеткеннен соң қамауға алынды. Сонда өздеріңіз ойлап қараңыздар. Бұл екі атана 7 баланың атанасы. Ал сонда анасын қамап тастады, әкесін қамап тастады, 7 бала қайда енді? Жалпы бұл өзі мен ойлап қарасам, қазіргі болып жатқан жағдайлар ешқандай мынау адамшылыққа жатпайтын. Бұрын енді фашистік деген сондай әңгімелер айтылатын еді ғой. Егер осындай қысым азаптау, қордау болатын болса, биліктің өкілдері жөнінде айтпасқа тағы болмайды. Ішінде прокуроры бар, басқалары бар. Соларды қарап отырып өзіңнен өзің күйінеді екенсің. Мына жағында жылап сықтаған, әбден қиналған, қайғыланған халық ішіндегі шерін тарқатып біздер келгесін. Мынау ішінде жиналған бүкіл қайғы қасіретін ақтарып жатыр. О жерде қандай адам болса да мұндайға шыдас беру өте қиын. Шын мәнінде жан жүрегіңді қинайды. Ал бірақ жаңағы органның адамдары адам таңғаларлық сондай бір безбүйректікпенен, немқұрайдылықпенен, мен бір сөзімде айтып та қалдым, робот сияқты сондай әсер қалды.